Қайырлы күн. Бүгін біздің 9-шы тәжірибелік сабағымыз. Бүгінгі сабақта біздер CSS скриптік тілімен жұмысты жалғастырамыз және де JavaScript тілімен байланыс орнатамыз. Алдыңғы сабақта айтып кеткендей, яғни HTML тіліне қосымша дизайн әдемілеу үшін дизайнына жауап беретін ол бізде CSS скриптік тілі болып табылады. Қазір біз бірнеше мысалдармен жасап көрейік, содан соң JavaScript-пен байланысты орнатуға көшеміз. Бұл жерде мысалы біз P дегенге түсін, сосын мәтін берген болатынбыз. Одан басқа біз бүгін класстармен жұмыс жасап қарайық, иә? Класстармен жұмыс жасап қарау үшін бірінші осы style CSS-қа класстарды қосайық. Ол үшін бізге бірнеше класс атауын енгізу керек болады, иә? Біріншісі ол енгіземіз, red bold дегенді енгізейік, сосын green italic және үшіншісі blue underline деген. Бұл жерде red bold деген bold білеміз, қою, жирный деген мағынаны білдіреді, қою етіп жасайды біздің мәтінімізді. Сосын italic деген бізде курсивный, underline деген бізде подчеркнутый, асты сызылған болып есептелінеді. Так, енді классты жасау үшін класстың алдында міндетті түрде нүкте қойылады. Содан кейін класс атауы кетеді, red bold мысалы. Содан соң жүйелі жақшамызды ашамыз. Сол жүйелі жақшаға red boldға қатысты атрибуттарын енгіземіз. Мысалы, стандартный атрибуттар color, сосын түсін кез келген түспен ала берейік. Бізге ұсынған кез келген, мысалы, aqua деген түспен алайық. Содан font style деген. Font style. Жерде берді бізге нұсқасын. Мысалы, бұл жерде bold деп алайық. Қойыла тұрған, иә? Так, келесі, дәл осындай келесі классты енгізейік. Мына жерде негізі red деп алайық, себебі басында red деп жаздық. Так, келесі біздің классымыз green italic деп алайық. Green italic. Жүйелі жақшамен ашып, сосын оған түс берейік, оғанда стандартный green боласын, green берейік. Келесі font style берейік оғанда. Басында негізі өздеріңіз қолдарыңыз үйрену үшін осы атрибуттарды да, тектерді де қолмен жазған ыңғайлы. Бірақ артынан бәрін мазмұнын түсінгеннен кейін міндетті түрде копи-пастпен жұмыс жасаған өте ыңғайлы болып келеді. Сосын мына жерге келесі класстың атына blue underline жаза салайық. Қазір енді жасанды интеллекттің көмегімен көп нәрсені жазып жатырған кезде өздері автоматты түрде ұсынып отырады, иә? Сонысы өте ыңғайлы болып келеді. Так, келесі стайлға міндетті түрде underline деген жазамыз. Осылай жазып, бұл енді автомат түрде сақталады. Келесі индексімізге көшеміз. Индексімізге көшіп, осы жерге, мысалы, бана жазған класстарымызды пайдалануымызға болады, иә? Ол үшін мына жерге UL деген списоктың тегін салып кетейік. UL, или класс. Тең болады, мысалы, біздері red bold деген болды. Уже қандай класс бар, соны көрсетіп жатыр. Келесі тағы да класстарымызды түгелмен жазып кетейік. Содан соң қасына мәтіндерін теріп шығамыз. Ли класс тең болады, бізде green italic болды. Сосын ли класс тең болады. Келесі қандай түрі болды? Blue underline, де. Өйстіп жазып болғаннан кейін, ли деген білесіздер ғой, списокке арналған. Бұл жерде UL-ді жабу керек болады. Неге қайталанып кетті екен? Ол ли.
сосын мына жерде міндетті түрде лиларды жауып шығамыз. Кейде енді программаны осылай бірге жасағанда кейде ыңғайсыз болып кетеді. Сосын мына жерге орталарына өзіміз кез келген мәтінді жазып шығайық. Қызыл, қою мәтін, келесі жасыл, курсивный мәтін деп жазайық. Келесі асты сызылған көк мәтін. Так, URL-дің мына жерде тек екендігін жазбай қалыппыз. Соны дұрыстап жіберейік. URL. Көрініп тұрғандай нәтижесі қасында көрсетілді. Осындай етіп әртүрлі класстарды қосып, солардың көмегімен біз мәтіндерімізді әр түрге өзгертуімізге болады екен. Енді келесі мысалға көшетін болсақ, келесі біздің қадамымыз ол осы файлға енді JavaScript файлын қосу болып табылады. JavaScript тілі CSS секілді оны да бөлек немесе бірге қосуға болады. Егер де біз бірге қосатын болсақ, онда бұл жерде біздер скрипт деген тегті басуымыз керек. JavaScriptті қосу үшін әзірге бізге мына жазылғандар керек емес. Әзірге бұны кетіріп тастасақ болады. Содан соң жоғары жағына JavaScriptке тайтлға енгізе қояйық та, JavaScript. Бұл тек не жөнінде біз жұмыс жасайық деп жатырмыз, соған байланысты жазылады. Енді файлдың ішіне, яғни HTML кодының ішіне бірге енгізу үшін әдеттегідей біздер head батырмасын жапқаннан кейін, body'дан кейін script деген тегті енгізіп, script деген енгізіп, сосын бұл тек енді жұп болып есептелінеді, жұп болғасын міндетті түрде бұл жабылады. Ортасына JavaScript'тің кез келген бір командасын жазып кетейік. Alert деген бізде хабарлама шығару есептелінеді. Alert'тің ішіне JavaScript қосылды деген секілді хабарламаны жазып кетейік. JavaScript қосылды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, бізде JavaScript қосылды деген хабарлама шықты. Енді JavaScript'тің командалары өте көп, оның анықтамалығы бар, анықтамалықтан да қарауға болады. Енді екінші жолын мен көрсетіп кетейін. JavaScript'ті бөлек файл ретінде қосу үшін осы жерге файлдың атауын жазу керек болады. Яғни бұл жерде мен script.js. Енді script дегеннің орнына кез келген сөзді жазуға болады. Бірақ енді мен әзірге осылай жасаймын. Бастысы JS деген форматы кеңейтілуі дұрыс болу керек. Бізде бар дейді ондай. Сондықтан біз басқаша жазайық. Script бірде жазайық. .js. Сақталды. Файлымызға қайттан келдік. HTML бетшесіне. Содан кейін осы жерде script файлын қосу үшін, яғни JavaScript файлын қосу үшін міндетті head'ға script, сосын srk деген атрибутты пайдаланамыз. Бәрі шығып өзі дайын болып бара жатыр. Содан кейін файлымыздың атын жазамыз. Мына жерде енді екі файл бар екен, біз әзірге осыны таңдаймыз, script деген файлды. Содан соң жасап болғаннан кейін міндетті түрде осы жерге жауып кетеміз. Содан соң мына жердегі ақпаратты алып тастаймыз. Тек alert'ті пайдаланамыз болашақта, сондықтан мынаның бәрін кетірмесек болады.
Енді әлі нәтижеміз жоқ. Неге десеңіздер, біз скриптке alert деген хабарламаны салуымыз керек. Alert деген хабарламаны саламыз. Содан соң индекске қайта көшеміз. Міне көріп тұрғаныңыздай, біздің хабарламамыз қайтадан осылай шықты. Егер де кішкене өзгеріс етіп жасағымыз келсе, мына жерде JavaScript қосылды. Біздің компьютерге деп жазайық. Немесе біздің файлға деген секілді. Міне көріп тұрғаныңыздай осындай нәтижеге қол жеткіземіз. Енді ары қарай сіздер осы тәжірибелік сабақтан көріп үйренгендеріңізді одан әрі дамыту үшін көптеген тәжірибелік тапсырмаларды міндетті түрде орындауларыңыз керек. Сол арқылы сіздер осы тілдердің білімдеріңізді шыңдайтын боласыздар. Осымен біздің тәжірибелік сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.